Сәлем достар, бүгін сіздерге слоеный тестадан жасалған дәмді самсаның рецебін көрсетемін. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек болады бір кесе жылы су және тұз, жақсылап араластырып, ұн салып, қамыр илейміз. Иленіп дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Тынған қамырларымызды алып, екі бөлікке бөліп дөңгелетіп аламыз. Енді ұнды сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Және сіздермен қамыр жаюдың техникасымен бөліскім келіп отыр. Қамыр жайған кезде қатты күш салудың қажеті жоқ. Қамыр жайған кезде ұн сеуіп тұрыңыздар, сонда қамырыңыз жабысып қалмайды. Екі зуала қамырымызды жайып алдық, енді еріген сары майды үстінен жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша маргаринді ерітіп жақсаңыздар да болады, сары маймен жасасаңыздар тіпті керемет дәмді болып шығады. Екінші жайылған қамырымызды үстінен қоямыз, оның да үстінен сары майды жағып шығамыз. Енді шетінен алып, тығыздап орап шығасыздар. Қамырды орап алдық, енді тәрелкеге алып, жайғастырып шығамыз. Артылып қалған майды бетіне жағып шығасыздар, арасы жабысып қалмау үшін. Қамырды пакетке орап, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоясыздар. Ішіндегі майы қатуы керек. Қамыры дайын болғанша біз начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін картошканы 4 бұрышты етіп ұсақтап турап аласыздар. Үйлеріңізде асқабақ болса, қосып жіберіңіздер, дәмді болып шығады. Асқабақты да дәл картошка сияқты 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Кезек пиязға келді, оны да дәл солай 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Пиязы қанша көп болса, соншалықты самса дәмді болады. Туралған еттерімізді саламыз. Іш майда салып жібердім, самсаның дәмді болып шығуы үшін. Қара бұрыш, зіре, дәміне қарай тұз саласыздар. Және кориандр қосып жіберсеңіздер, самсаларыңызға әдемі дәм береді. Қамырымыз дайын болды, енді оны бөліктерге бөліп аламыз.
Қамырды алып дөңгелетіп жайып аламыз. Енді начинкасын салып, түйіп шығамыз. Табаны майлауды ұмытып кетпеңіздер. Самсаларымызды жайғастырып шығамыз. Үстінен жұмыртқаны жағамыз. Және кунжут себуді ұмытпаңыздар. Егер кунжуттарыңыз болмаса, мак қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста жарты сағаттай пісіріп аласыздар. Достар, мінекей самсамыз дайын болды. Қытырлақ әрі дәмді жұмсақ болып піскен. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.